Сәлем менің оқырмандарым. Көп қыздар осындай қапсырма тігуді сұраған екен. Бүгін міне кішкентай қапсырма тігеміз. Бүгін ұзындығы 8,5 сантиметр, 8 сантиметр болады. Ал былайынан ені 7,5-7 сантиметрдей болады екен. Кішкентай қыздарға, балаларға, кішкентай қыздардың тәжекелеріне өте әдемі. Қазір қажетті заттармен сіздерді таныстыратын боламын. Фурнитурасымен. Ең бірінші бізге, яғни ортасында тұратын 1 сантиметрлік жемчуг моншақ, ақ моншақ 1 сантиметрлік біреу қажет болады. Және 6 сантиметрлік біреу қажет болады. 6 сантиметрлікті біз мұнда тігеміз. Одан кейін ортасына тігетін 2-3 қызыл тасымыз керек. Біреуі сопақтан келген, екеуі дөңгелек, яғни сантиметрлері 1,5 болып қалады екен. 1,5 сантиметр болады. Мына осы бізде ұзындығынан өлшеген кезде почти 2 сантиметрдей болып қалады екен. Қажет болады осындай үшеуі. Одан кейін майда бізде хрусталь тастар, өте майда мынандай. Осындай қажет болады. Бұлардың сантиметр қазір размерін айтамын. Примерно 3 миллиметр. Примерно 3 миллиметр болады екен. 3 миллиметрлік. Одан кейін қажетті болатын 3 миллиметрлік алтын түсті пайеткамыз. Одан кейін 0,5 миллиметрлік диаметрі күміс түсті пайетка қажет болады бізге. Одан кейін күміс түсті бисер қажет болады. Бисер кішкентай бір пакет жарайды, яғни бұның размері 10.0. Одан кейін бізге жемчуг қажет болады. Бұл жемчугіміздің размері примерно 0,5 болады екен. 0,4 миллиметр. 0,4 миллиметрлік жемчугтер қажет болады. Ал арасында кейбір кезде мындай майда миллиметрлік жемчугтерден 0,3-0,2 миллиметрлік жемчугтерден біреу-екеу қажет болады. Ең қажетті тағы неміз жіп. Жіпті мен 40 жіппен тігемін. Кәдімгі киім тігетін 40 жіп. 2 түрлі ине. Біреу бисер тігетін инем, екіншісі үлкен жемчуг тігетін ине. Яғни мен өзіме қажетті осы инелерді қолданамын. Негізі бисерді, моншақты бисер тігетін инемен де тіксеңіз болады, өзіңіздің қажетіңізге орай. Одан кейін 20-10 фетр қажет болады. Мен 20-10 фетрге уже ойып, екеуін ойып дайындап алдым оюларымды. Және бізде өзіміздің лекаламыз қажет болады, оюдың лекаласы қажет болады. Оюдың лекаласын мен қазір мұнда қоям, суретке түсіріп алсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қолдарыңызбен салып алсаңыздар да болады. Дәл осылай қиып аласыздар. Мен бастырып, фетрге бастырып ойып аласыздар. Бірдей қылып. Дәл осындай фетр қажет болады. 20-10 размер сіздерге жетеді. Карандаш қажет болады. Оюды бастырып алғанға. Және қайша. Тағы бізге қажет болатыны алтын түсті рубка қажет болады. Размері 10-0. 10 размер. Рубка қажет болады. Араластырып тігетін боламыз.